Жалпы сәлем барлықтарыңызға. Бүгінгі менің жұмысыма гвоздика, қалампыр мұншақ керек болады. Сосын аспирин, ацетиловая кислота керек болады. Бүгінгі жұмысым әсіресе қыздарға, қыз келіншектер, еркектерге де қайызғақ деген басады ғой. Бүгін бізге қайызғаққа антиқайызғақ дайындаймыз. Шампунның ішіне қосамыз. Кез келген шампун бола береді. Чистая линия ма, қандай литровый шампундар болады ғой магазиндерде. Алып, тура осы тұнбамен істеген дәрмекті қосып істесеңіздер, қайызғақ дегеннен вообще құтыласыздар ғой. Қымбат шампундарды істетеді ғой біреулер. Ондай емес, кәдімгі осымен істеген дәрмекті қоссаңыздар, шампунның ішіне вообще зор болады. Енді қараңыздар, сіздерге мына аспирин 2, мына қалампыр мұншақтан 4 штук, аластары жақсылап, менде келі бар, сол темір келіге майдаладым. Майдалап, кез келген шампунның ішіне қосамыз. Мен өзім магазинде тұрған 2 литрлік, сондай 1 литрлік шампундарды аламын да, мына несі бар, мынау құлағы бар, басып ала беретін нелерге құйып қоямын, дәл осылай қылып. Сөйтіп қараңыздар, сол бағанағы дайындаған затымды тура осы шампунға салып, жақсылап айналдырып, араластырып, қосып алдым. Енді тура осыны істетіп мен сіздерге көрсетемін. Қараңыздар, негізі гвоздика неге керек? Гвоздика шашты мықты қылады. Аспирин болса шаштағы, бастағы қайызғақ, жара, әртүрлі нелерге көмектеседі кетуге. Бастағы қан айналымды жақсылайды. Қараңыздар, именно бұны душовойда раковинаға жуып сіздерге көрсетіп тұрмыз. Қызымда шашында қайызғақ жоқ, бірақ сіздерге көрсету үшін тура осылай түсіріп тұрмын. Бұны істетуге бола ма, істетуге болмай ма деп сұрайсыздар ғой. Осыны сіздерге қараңыздар. Шашын қараңыздар. Әдемі болып тұр.